Баршаңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, тойымды салаттардың бірі фунчоза салатының рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қажетті заттардың тізімі мен мөлшері осы видеоның астында көрсетілген. Ең алдымен етімізді ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Етті кішкене мұздатқышқа салып алып турайтын болсаңыздар, жылдам әрі бірдей болып шығады. Одан кейін соя тұздығын құйып, жарты сағатқа маринадтап қоямыз. Етіміз дайын болғанша қалған көкөністерді турауға кірісеміз. Видеода көрсетілгендей барлық көкөністерді осылай ұзынша етіп турап аласыздар. Осы кезде табамызды қыздырып қоюға болады. Қызып тұрған табамызға күнбағыс майын құйып, маринадтаған етімізді саламыз. Қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қызара бастағаннан тұзымыздың аз ғана бөлігін салып жібереміз. Барлығын бірдей салуға болмайды, өйткені етіміз бірден қатып қалуы мүмкін. Сосын етіміз жұп-жұмсақ болып пісу үшін кішкене су құямыз. Бетін жауып, су тартылғанша күтеміз. Осы кезде газымыздың астын кішкене баяулатамыз. Көріп тұрғандарыңыздай су тартыла бастады. Енді пиязымызды салып, сарғыш түске енгенше қуырып аламыз. Газымызды орта оттан кішкене жоғары етіп қоямыз және үнемі араластырып отырамыз. Сарғая бастағаннан сарымсағымызды және қызанақ пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Түрлі түсті тәтті бұрыштарымызды салып жібереміз. Және осы кезде дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка және өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Соңына қарай үпкіштен өткізілген сәбізімізді салып, 1 минут қуырамыз. Осымен дайын. Енді біз кеспесіне кірісеміз. Кеспемізді үлкендеу ыдысқа салып, қайнап тұрған суды үстінен құямыз. Бетін жауып, 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минут өткен соң кеспеміз жеуге ыңғайлы болу үшін пышақтың немесе асхана қайшысының көмегімен бөліп аламыз. Және суын толықтай төгіп тастаймыз. Енді осы кеспенің үстіне көкөністермен қуырылған етімізді, қызанақ пен қиярымызды және ас көгімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай бір араластырып болғаннан кейін тұзын көріңіздер, кемшілік болып жатса тағы да салып жіберуге болады. Осымен ерекше дәмді тойымды салатымыз дайын. Басқа елдерде бір қызығы ыстық тамақ ретінде де беріледі екен. Сіздің мерекелік дастарханыңыздың да сәнін келтіре алады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда бұдан да қызықты рецепттер болады.